бұл жобаның басты мақсаты ұлттық өнерімізді, ұлттық ойындарымызды қазіргі заман талабына сай етіп дәріптеу, өскелең ұрпаққа көрсету. Бұл жобаға еліміздің 20 өңірінен 20 құрама команда қатысады. Соның ішінде нұрсұлтандық команда да іріктелініп алынды. Және де жоба 4 қыркүйектен бастап эфирге жол тартатын болады. Мы впервые участвуем в данном телепроекте. Мы очень рады участвовать в этом телепроекте. Очень крутой движ, на самом деле, то, что идет пропаганда спорта, здорового образа жизни среди молодежи. Вот. Надеемся, что наша сборная не подведет, мы тренируемся. Осы жеті қазына жобасына іріктеліп өтіп отырып, алдағы жарысқа қарсыластарға да өзімнің командаларыма да сәттілік.